Ассаламалейкум асылдарым. Алланың берген өнерінің арқасында қай томалақтарда ән шырқап қызмет етіп жүрміз. Қонақта болдық. Бұл жолы біз қонақта емес, той иесі атанғалы отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Жақында ғана өткен Сәкен Майғазиевтің ұлы Әділет пен келіні Әдияның тойына қатысты толық мәліметтерді айтып өтетін боламын. Өздеріңіз білгендей, халық әртісі Сәкен Майғазиев ұлының тойын өте үлкен дәрежеде атап өткен болатын. Тойға байланысты сын пікірлер өте көп болып кетті. Ал официально келініңіз құтты болсын. Анығында той өте керемет өтті деп айтсақ та болады. Той орны мен қонақтарының санына келетін болсақ, ол Алматыдағы Grand Ballroom немесе Royal Tulip мейрамханасында өтті. Ол жерде жиынға негізі 800 мың шақты қонақ шақырылып, кейбір дерек бойынша 2000 адамға дейінгі жоспарланған екендігі туралы айтып өтсек болады. Жақында ғана жақсы жаңалықпен бөліскен, алдағы видеода көріп өткендеріңіздей, Сәкен ағамыз өзінің келіншегі екеуі үлкен тойды кіммен қалай атқару керектігі туралы видеосын жүктеген болатын. Ол тойда ең жаңағы өтіп кеткен нәрсе ол онлайн той жасау, яғни ақылы түрде көруге мүмкіндік беру дәрежесін өткізгендігі халықта өте көп сынға салынып кетті десек те болады. Сәкен Майғазиевтің тойын сатып жатыр екен, тойын. Прямой эфир қарауға менің 1000 теңге төлеп прямой эфирін қарап жатыр. Иә, базар жақтан қара. Мен бұндай бірінші естіп тұрмын өз басым. Сонымен қатар ел жұрт Кенжебек ағамыздың мына биі үшінде бірталай сынға салып өтті деп айтып өтсек болады. Онлайн трансляция ақылы форматта өтті. Қатысу үшін Telegram ботта 1380 теңге төлем жасап көріп отырды адамдар, және Telegram каналға қосылғандар тек тіркелгендер ғана арнайы арнадан эксклюзив жаңағы видеоларды қарап отырды. Және де ол жерде қанша адам көрді, сол туралы және табыс мөлшері туралы айта кетейін. Трансляцияға жалпы 5800-6000 адам тіркелген, бірақ 8823 адам қатысу үшін жазылып алған болатын. Ол ақылы түрде жазылымнан 12.175.740 теңге жиналды. Және де ол жерде кірмеген адамдар 2000-ға жоқ, 2000-нан аса адам кірмеген, бірақ та 5800-6000 адам тойдың басынан аяғына дейін сол жерде қарап отырған. Если он проводит сбор денег, он должен это должно быть на ИП, и он должен с этого сбора, с этого дохода оплатить налоги. Это обязательно. Такое растение было уже. Және де продюсерлік қызметі Жан Мұқанов атқарған. Жан Мұқанов қызметтік агенттігінде атқарылған тойды журналист Анна Данченко мен Асаба Әзімбек Байлин жүргізді. Және де тікелей эфирде оператор мен мобилографтар болмайды, қолжетімді тек тіркелген көрермендер ғана болған, яғни соларға ғана көруге мүмкіндік берілген. А вы как-то это будете отслеживать? Конечно, все отслеживается. Конечно, все отслеживается. Органами никто не убежит от налогов. Органы госдоходов все проверяют, все контролируют. Жалпы қоғамдағы пікірлер мен реакцияларға тоқталайық. Қазір кезде онлайн форматта қазақстандықтар арасында пікірталас тойды өткізу бірталай пікірталастарды тудырды. Көбі ұлттық дәстүрге сай емес, ұят нәрсе деп сын пікірлерін айтып отырды. Ал кейбіреулері ұлым тойын 138 мың адам көрді, немесе 138 мың адам қатысты, бірақ ұлымның тойына 138 мың адам көрді, және де бірақ өз шаруасын жасап отырып көрді, және де ешкім мылтықтап төлем еткізген жоқ деп өз пікірін білдірген етін. Өздеріңіз көріп отырғандай 5000-6000 емес 138 мың адам көрген екен. Қаржылық және салықтық жағына келетін болсақ, табыс арқылы жазылымнан түскен соң салықтық міндеттемелерін ресми түрде орындауды Динара Майғазиеваға атап өтті. Әрбір табыс заңды түрде есепке алынып, салық төленуі тиіс деп
қазіргі кезде айтылып жатыр. Және де қорытындылай келетін болсақ, той әрі дәстүрлі түрде, әрі онлайн форматта өтті. Бұл формат алғаш рет тәжірибеден өткен формат ретінде халықтың арасында көптеген жақсы басқаша реакцияларға көргенімізді түсініп отырмыз. Тіркелген көрермендерден 8823 адам түсті. 8823 адамнан ақша түссе, ал тіркелген онлайн көрермендер 5800-6000 адамдай деп айттым. Жалпы тойдағы онлайн қаралымнан, онлайн жазылымнан түскен ақша 12.200.000 теңге пайда түскен. Бұл акция қазақ халқы арасында қызу талқыға түсіп, біреулері қолдап, біреулері сынап жатыр. Салықтық міндеттемелер туралы ұйымдастырушылар ресми түрде әлі мәлімдемеді. Мәлімдеген жағдайда осы YouTube каналда көретін боласыздар. Жалпы оның келінін тойда ерекше түрде шығарып ұзатудан кейін ақ кілемге отырғызып шығарып салды. Бұндай дәстүр қазіргі кезде Батыс Қазақстан облысында бар деп айтады. Бірақ та бұндай дәстүрді қазақ халқы бірінші рет көріп тұрғандықтан көбіне шок жағдайға жеткізді деп айтсам болады.